Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 33-ші сабақты өтетін боламыз. Каналымызға міндетті түрде подписаться батырмасын басып, жазылып алыңыздар. Сіздер үшін пайдалы сабақтар шығып отырады. Мәдени мұра дегеніміз не? Сөйлем мүшелерін еске түсіремін. Сөйлем мүшелері туралы білімімді еске түсіремін. Бірінші жаттығу: суретке мұқият қара. Өз отбасың туралы бірнеше сөйлем құрап айт. Отбасыңда кімдер бар? Отбасының үлкені кім? Менің отбасымда 5 адамбыз. Әкем, анам, інім мен сіңлім және мен. Үйдегі үлкендеріміз әкем және анам. Үйдің тұңғышы мен. Өзіммен бірге інім мен кішкентай сіңлім бар. Бауырларымды сондай қатты жақсы көремін. Әрдайым қамқоршы болып, жандарынан табыламын. Ата-анамыз біздің болашағымыздан үлкен үміт күтеді. Сөйлем құрамындағы сөздердің қызметі де отбасына ұқсайды. Сөйлемнің басында бастауыш тұрса, соңында баяндауыш тұрады. Олар тұрлаулы мүшелер деп аталады, ал тұрлаусыз мүшелер сөйлемдегі ойды толықтырып тұрады. Екінші жаттығу: кестені ауызша толтыр. Сөйлем мүшелері тұрлаулы және тұрлаусыз болып екіге бөлінеді. Тұрлаулы мүшелерге бастауыш және баяндауыш жатады, ал тұрлаусыз мүшелерге анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыш жатады. Бастауыш: кім не, кімдер нелер, кімі несі, кімім нем, кіміңіз неңіз, кімдерің нелерін, кімдеріңіз нелеріңіз деген сұраққа жауап береді. Баяндауыш: іс-әрекет қимылды білдіретіндіктен не істеді, не қылды, қайтты деген сұраққа жауап береді. Анықтауыш: қандай, қай, кімнің, ненің, қайдағы, қашанғы, қанша, неше, нешінші деген сұрақтарға жауап береді. Толықтауыш: кімді, нені, кімге, неге, кімде, неде, кімнен, неден, кіммен, немен сұрақтарына жауап береді. Пысықтауыш: қалай, қайтіп, қашан, қайда, қайдан, неліктен, не себепті, не үшін, не мақсатпен, қаншалықты деген сұрақтарға жауап береді. Сөйлем мүшелері туралы айт, мысал келтір. Сөйлем мүшелері атқаратын қызметіне қарай тұрлаулы мүшелер және тұрлаусыз мүшелер болып екі үлкен топқа бөлінеді. Қазақ тілінде 5 сөйлем мүшесі бар: бастауыш, баяндауыш, анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыш. Бұлардың ішінде бастауыш пен баяндауыш сөйлем құрауға негіз болады, сондықтан тұрлаулы мүшелер деп аталады. Ал анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыштар өздігінен сөйлем құрай алмайды, тек берілген ойдың шеңберін кеңейтеді. Сондықтан бұлар тұрлаусыз мүшелер деп аталады. Сөйлем мүшесінің белгілері: біріншіден, толық мағыналы сөз болу керек. Екіншіден, сөйлемдегі басқа сөзбен байланысып тұру керек. Үшіншіден, сөйлем мүшелерінің бірінің сұрағына жауап беру керек. Мысалы, жылы желдің әлсіз ызыңы естіледі. Сөйлемде толық мағыналы 5 сөз бар. Олардың әрқайсысы белгілі бір сұраққа жауап беріп тұр. Жылы қандай сандық ұғым атауы, желдің ненің деген сұраққа жауап беріп, заттық ұғым атауы, әлсіз қандай сандық ұғым атауы, ызыңы несі, заттық ұғым атауы, естіледі қайтеді, қимылдық ұғым атауы. Үшінші жаттығу: мақалды оқып, жатқа жаз. Ойлаумен ой толады, ойнаумен бой толады. Сөйлем мүшелеріне талда. Ойлаумен ой толады. Не істейді? Толады. Не, ой, немен, ойлаумен. Ойнаумен бой толады. Не істейді? Толады. Не, бой, немен, ойнаумен. Сөйлем мүшелерінің байланысын сызбамен көрсет. Бұл жерде ойлаумен толады, ой толады, ойнаумен толады, бой толады. Төртінші жаттығу: ребусты шешіп, шешуіндегі сөзбен 2 сөйлем құрап жаз. Ол сөз бірінде бастауыш, екіншісінде баяндауыш болсын. Бұл ребустың жауабы оқушы сөзі. Бір сөздің 2 сөйлемде 2 түрлі сөйлем мүшесінің қызметін атқару себебін түсіндір. Төртінші жаттығу: оқушы мектепке кешігіп келді. Кім? Оқушы. Бұл жерде бастауыш болып тұр. Арман үздік оқушы. Бұл жерде баяндауыш қызметін атқарып тұр. Екінші сөйлемде сызықшаның қойылу себебін түсіндір. Сызықшаның қойылу себебі сөйлемде бастауыш та баяндауыш та зат есімнен болса, арасына сызықша қойылады. Бесінші жаттығу: мұражайда тақырыбына берілген сызба бойынша әңгіме құрап жаз.
Маржан мұражайға барды. Мұражай көне тарихи кезді еске түсіреді. Оқушылар мұражайды қатты ұнатады. Әдемі ескерткіш орналасқан. Шығармашылық үзіліс. 6-шы жаттығу. Берілген тірек сөздер мен жоспарды пайдаланып, мәңгілік ел қақпасы тақырыбына әңгіме құрастыр. Тірек сөздер: мәңгілік ел, тәуелсіздік қақпасы, монумент, сәулет, отан ана, әйел ана, ақсақал, ескерткіштері, тұрақтылық, тайқазан, қонақжайлылық. Жоспар: қақпаның жалпы көрінісі, қақпадағы мүсіндер, қақпаның маңызы. Қақпаның жалпы көрінісі: құрылымның биіктігі 20 метр. Ол тәуелсіздікке 20 жыл толғандығын білдіреді. Оның төбесіне бұралмалы баспалдақтар арқылы көтерілуге болады. Сырты гранит пен мәрмәрден жасалған. Құрылыс кезінде тек жоғары сапалы материалдар қолданылған. Бүйір қабырғалары ою-өрнектермен безендірілген. Қақпадағы мүсіндер. Қақпаның төменгі жағында 4 көлемді мүсін орналасқан. Олар қазақ халқының тарихына үлкен үлес қосқан адамдардың бейнесі. Біріншісі ақсақал мүсіні. Ол даналықтың символы. Екіншісі әйел ана. Ол мейірімділік пен жылылықтың белгісі. Үшінші және төртінші мүсіндерде қазақ батырларының ерліктері бейнеленген. Қақпаның маңызы. Жоғарғы жағының екі шетінде елтаңба суреттеліп, төбесінде ту бейнеленгені ғимараттың ерекше мемлекеттік мәні бар екендігін көрсетеді. Бүйір бөліктерінде бірлік пен қонақжайлықты білдіретін тайқазан мүсіні орналасқан. Үстіңгі бөлігінде қазақ сарбаздарының қаруы қалқан тұр. Ол сенімділіктің, тұрақтылықтың және сыртқы жаулардан қорғануға дайын болудың белгісі. Құрылымды көруге келген көрермендер бақылау алаңына көтерілмес бұрын ел астанасының тарихымен танысуға және батырлардың керемет мүсіндерін тамашалауға мүмкіндік алады. Екі жағынан автомобиль жолдары өтуі себебінен келушілерге ыңғайлы болу үшін жерасты өткелдері қарастырылған. Қақпаның ішкі жағында халықтың әртүрлі кезеңде жеткен жетістіктері туралы рельефтік жазулар бар. Қазақстанның тәуелсіз мемлекет болып қалыптасу тарихы мен қазақ халқының мұрасы мәңгілік ел қақпасының идеясына енген. Осымен сабағымыз аяқталды. Сабақ пайдалы болған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.